Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Мына біздің оқу жылымыздың аяқталуына бір ай қалды. Яғни біз балабақшадағы бір жыл бойына балаларға не үйреттік, балалар қандай жетістікке жетті жайлы біз мониторинг толтырамыз, иә. Бұл мониторинг, қорытынды мониторинг мамыр айының басында біз тапсырамыз. Енді комментарийда жазыпты, ешқандай айырмашылығы жоқ алдыңғы мониторингтардан. Көбісі дұрыс келмейді, процент дұрыс шықпай жатыр, бала саны дұрыс шықпай жатыр деп. Мысалы менде 18 балаға арналған, менің тобымда 18 бала бар, сол ересек тобымда 18 бала бар, сол 18 балаға арналған мониторинг жасап жатырмын. Барлығын мен толтырып дайындап қойдым, әрине. Физикалық қасиеттер дамыту 100%, коммуникация 100%, дағдылары, шығармашылық дағдысы барлығы 100%, бала саны да дұрыс. Міне бірінші деңгейде 12 бала болған сурет салудың, екінші деңгейде 6, үшінші деңгейде 0 деген, яғни бұл біздің қорытынды жыл болғаннан кейін бала, яғни біраз нәрсені үйрену керек. Бұл біздің жетістігіміз. Осы нәтиженің барлығы біздің жетістігіміз, яғни біздің жұмысымыз, балалармен жұмыс жасағанымыздың белгісі болады. Енді мына жерде әлеуметтік дағдыда бала саны дұрыс емес, дұрыс емес, мына жерде процентті дұрыс шықпай тұр, бала саны мына жерде 15-те 2-ні көрсетті, мына жерде 84% көрсетіп тұр. Енді біз мына жердегі нелерді ауыстырдық. Енді сол неге барамыз? Әлеуметтік дағдыға. Әлеуметтік дағдыда бізде 6 сұрақ берілген екен. Сол 6 сұрақта қате қай жерден кеттік? Қате біз мына жерден кеткен екенбіз. Астын бүйтіп мұқият қарап отырамыз. Мына жерде 25 бала депті. Яғни бұл жердегі формулада 25 балаға бөлініп кеткен. Біз ол жерге 18 деп жазамыз. Бала саны қанша болады, соншаға сол неге бөлеміз. Мысалы, менде 18 балама 18-ге бөлеміз. Мына жерде 25 сан беріліп кеткен. Сондықтан 18-ді жазамыз. Енді осы жерде формуладан қате кеткеннен кейін процентпен бала саны шықпай жатыр. Қазір орнына осылай қойып шығатын боламын. 18. Мына жерге де 18 қоямыз. Барлық жерге 18 қоямыз. Мына жерге 18 қоймай ұмытып кеткен екен. Көбісі осындай дұрыс шықпай жатыр деп қорытындыны саласыз ба деп комментарийға жазған екен. Сол себепті мен бүгін қорытынды мониторингті толтырып сіздерге YouTube арнасына салуға тырыстым. Міне барлығы дұрыс болды. Бала саны да 18%, да 100%. Міне дәл осылай болады. Ал кейбіреуінде айтып жатыр да, мысалы, процент дұрыс шықпай қалады, или бала саны дұрыс шықпай қалады деген сияқты. Мысалы ретінде мен қазір мына жерден физикалық дағдыларды алайықшы, дене шынықтырудан. Мысалы, мен мынаның біреуін алайын да, мына жерге қояйын. Мына өзгертіп жатырмын просто. Мына жерге бетіп қойса, мына жерде мына өзгеріп кетті. Бала саны жарты болып қалды. Бізде жарты болмау керек, яғни жарты бала жоқ, бізде бәрі бүтін болу керек. Сондықтан сол үшін мынаны мұқият қарап отырыңыздар. Қайтадан мына тура келсе, мына 15 жоғарғы деңгей, 13 орта деңгей. Сондықтан әрбір сұраққа жауап берген кезде мына бала жасай алады ау деп сол сұраққа байланысты жауап беріп отырсаңыздар, несі де бала саны да тура шығады, проценті тура шығады. Сондықтан менде мынау шықпай жатыр, менде бала саны шықпай жатыр, немесе процент шықпай жатыр дейтін әріптестерге осыны мұқият қарап толтыруларыңызды сұраймын. Түсінікті деген ойдамын. Түсінбеген жерлеріңізді комментарийға жазсаңыздар болады.